Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бір жасағаннан өте дәмді, жұп-жұқа, жұмсақ болып шығатын блинидің рецебін дайындайтын боламыз. Құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы 2 жұмыртқамызды салып, үстіне шым-шым тұзымызды, дәміне қарай қантымызды, картофельный крахмал және де сахарный пудрамызды салып, жақсылап дәл видеодағыдай етіп араластырып аламыз. Қоспаларымызды барынша жақсылап араластырып алып, үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз және де 1 стакан суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қоспаларымыздың барлығын араластырып болғаннан кейін аздап ас содамыздың үстінен уксусымызды құйып, тағы да бір араластырып аламыз. Енді ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Аздап ұнымызды сала отыра араластырамыз. Арасында түйіршіктер қалып қалмауы керек. Толық қоспаларымыздың барлығын араластырып болғаннан кейін үстінен аздап сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Мінекей біздің блиниге арналған тестамыз дайын болды. Осындай сұйықтықта шығады. Бірінші оттың үстіне табамызды қойып жақсылап қыздырып, оны майлап аламыз. Және де аздап тестамызды құя отыра, екі жағын қызартып, аударып, пісіріп аламыз. Мінекей біздің блинейіміз кереметтей әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецепт ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма қолдау көрсетіп қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.